Ана күні бір жігіттер қағаз әкеліп берді. Яғни высказывание имамдардың Алла субхана тағалаға қатысты айтқан сөздер деді. Алла субхана тағалаға қатысты Алланың, яғни олардың айтпақшы жатқаны Алланың сол аршы деген мекенде екеніне имамдардың сөздерінен дәлел деген сияқты енді бір орысша енді қаяқтан алғаны, қай сайттан ол да көрінбепті. Осы жерде келтіреді. Мысалы, яғни бірінші бисмилламен бастайды да, имам Абу Ханифа деп екі точка қояды. Одан кейін, тот, кто скажет, я не знаю, где находится мой Господь, на небе или на земле, впал в неверие, деген сияқты сөзін келтіреді, фиқл абсат дейді. Фиқл абсатта келтірген. Енді, имам Абу Ханифа, рахимахуллахтың сөзін келейік. Көбінше имам Абу Ханифаны өзі айтқан деп келтіреді. Бізде Ибн Таймияның, Таймилер, имам Абу Ханифаны өзі айтқан, мен Раббым аспанда ма, жерде ма десе, жерде ма білмеймін десе кәфір болыпты. Себебі Алла аршының үстінде, аршы аспанның үстінде деп айтқан деді. Және бұл сөзді олар фиқл абсаттан алады. Мен өткен жыл айтқандай. Фиқл акбар және фиқл абсат. Екеуі де негізінде мағынасы фиқл акбар. Неге? Себебі имам Абу Ханифада ақидаға фиқ деп аталады. Бірақ ол ұлы фиқ, ең ұлы фиқ. Ал фиқл акбар. Екіншісі фиқл акбар, себебі ақидада жазылған. Бірақ оны имам Абу Ханифаның баласының риуаятымен ажырату үшін екеуін оны не дейді? Фиқл абсат деп атайды. Фиқл абсатты риуаят етуші имам Абу Ханифаның жанында болған Абу Мутаин аль-Балхи. Ол кісі жайында мухаддистер не дегенін біз өткен жол айтып бердік. Мухаддистер имам Ахмад ла янбағи ан юру анху шай. Ол кісіден еш нәрсе риуаят етілмеу керек деген. Имам Ахмад айтады. Имам Абу Хатим ар-Рази кана мурджиан казабан, мурджитете казабет дейді. Имам Абу Дауд тараку хадиса, оны хадисін адамдар тастаған дейді. Және сол сияқты уламалардың басқа сөздерін келтірдік. Яғни негізгі көпшілік мухаддистерде ол кісі әлсіз адам. Әлсіз адам кейбіреулерінде каззаб, кейбіреулерінде сүннатты жек көреді деген сондай сөздер айтылған. Ол кісі жайында ондай сөздер айтылса, ол кісінің сөзін қалай дәлел қылып алады? Фиқл абсатта келгенде. Фиқл абсатта имам Абу Ханифа Алла аспанда деген, кім аспанда ма жерде ма білмеймін десе кәфір болды деп имам Абу Ханифа айтқан деп. Іздеп қарасаң, ол фиқл абсат кітабында келеді. Фиқл абсатта имам Абу Ханифа осыны айтты деп риуаят етуші Абу Мутаин аль-Балхи, ол көпшілік ғұламаларда әлсіз, кейбіреулерде хадис оқитын адам, кейбіреулерде жалғаншы, тағы да сол сияқты сипаттар. Біздің ол бауырларымыз дәретке қатысты бұндай хадис болса алмасы. Яғни қаншығудан дәрет бұзылады деген хадис болса, оның ішінде осындай адам келсе сипаты, олар ол хадисті алмайды. Ой, әлсіз басқа анау. Имам Ибн аль-Жаузи айтпақшы. Субханалла навақидул вуду. Дәреттің сынуына қатысты осындай хадис келсе, осы дәрежедегі олар оны алмайды дейді. Бір ақидаға келген кезде көзін жұмып алып ала береді деді. Неге? Себебі өзінің мазхабын қолдайды да ол сөз. Өзінің мазхабын қолдайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, мен өткен жол айтып кеттім. Ханафи ғұламалары Абу Мутаин аль-Балхиді жақтайды. Олар айтады, жоқ, ол кісі ондай каззаб емес, басқа емес, просто кейбіреулер ол кісі жайында дұрыс емес мағлұмат жеткізген, басқа кейде бағанағы оларды мадрасатыр раи, өздерінің ойын көп істетуші басқа деп ханафилерге кейде жала жабылған, соның себебімен осындай сөздер айтылған деді. Ол кісі ондай жаман кісі емес дейді. Ол кісі ондай жаман кісі емес. Имам Абдулла ибн Мубарактың өзі ол кісіні құрметтеген дейді. Жарайды, онда мына сөзін естиміз. Фиқл абсат кітабы мынау
қазір қай жерлерде дейміз, музей дейміз ба, немесе кітапханаларда ескі өзінің қолжазбаларымен сақталғаны бар. Ол имам Абу Маин ан-Насафидің нұсқасы келеді, яғни сол кісінің версиясы. Және екіншісі имам Камалиддин Ахмад ибн Хасан ибн Синан-ад-Дин аль-Баяди. Осы кісілер сол Абу Мутан аль-Балхидан өздерінің санадымен осы кітапты риуаят етеді. Осы кітапты риуаят етеді. Сол риуаяттарында былай келеді. Мысалы, имам Абу Маин ан-Насафи, Ханафи уламаларының, әсіресе ақидадағы үлкен уламалардан, Ханафи уламаларынан. Сол кісі Абу Абдуллах аль-Хусайн ибн Али al-Ma'ruf bil-Fadl, яғни Фадл деген атымен әйгілі болған кісіден. Ол Абу Маликтен, ол Али ибн al-Хасаннан, ол Нусайр ибн Яхьядан, Нусайр ибн Яхья Абу Мути' al-Хакам ибн Абдуллах al-Балхи. Осы кісіден риуаят етіп келіп айтады. قال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة التدلى من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض. إمام أبو حنيفة التدلى كم رب ما أصبحنا ما جردنا بالميم ديش كفر بولت ده جن صندوق يقول عرش ده عرش أصبحنا ما جردنا بالميم ديش ده وسوس كله بول ده واسمن تختلط نيشن كفر بولغنا يتمت. Және екіншісі, имам Абу Маин ан-Насафи екінші басқа бір санаттан тоже риуаят етеді. Имам Абу Мути'тан, Яхья ибн Мутрафтан, ол Абу Салихтан, Мухаммад ибн al-Хусайн, ол Абу Са'дан ибн Мухаммадтан, одан кейін ол Али ибн Ахмад al-Фариси, ол Нусайр ибн Яхьядан. Яғни Нусайр ибн Яхьядан негізгі бұны риуаят етуші Абу Мути', одан Нусайр ибн Яхья. Одан кейін басқалар алады одан. Одан кейін екінші ғұламаныкі, Ханафи ғұламалары. Бұл кісі де өзінің кітабында келтірген кезде فَمَنْ قَالَ لَا أَعْرِفْ رَبِّي أَفِي السَّمَاءِ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ كَافِرٌ. Кім-де-кім Раббым жерде ме аспанда ма білмеймін десе кәфір болып дейді. Сен сондай ол аршыда, аршы аспанда ма жерде білмеймін десе де тура сондай дейді. Бірақ не үшін кәфір болғаны бұл жерде ешқайсында айтылмаған. Ешқайсында айтылмаған. Бұл негізгі имам Абу Ханифадан Абу Мути' al-Балхи риуаят еткен кітап негізгі осы кісілерден келеді. Негізгісі осы. Енді имам Абу Лайс ас-Самарқанди рахимахуллах 373 жылы қайтыс болған, сол кісінің шархы бар. Осы Фиқл Абсатқа шарх жасайды. Фиқл Абсатқа шарх жасайды. Және бұл негізінде имам Абу Лайс ас-Самарқанди ол кісі Абу Джафар ал-Хандауи деген кісінің қолында оқыған. Абу Джафар ал-Хандауи деген кісінің. Ол Абу Джафар ал-Хандауи ол Абул Қасим ас-Саффар деген кісіде оқыған. Абул Қасим ас-Саффар Нусайр ибн Яхьяда оқыған. Нусайр ибн Яхьяда оқиды. Нусайр ибн Яхья Абу Мути' al-Балхидан риуаят етеді. Осы кітапты. Осы кітапта риуаят етті. Абу Ханифа айтты деп. Яғни бұған ең жақын кім болып тұр? Негізі имам Абу Лайс ас-Самарқанди. Және ол кісі сол кітапта шарх жасайды. Шарх жасаған кезінде ол кісі айтады. Шархында. Мен қала ла ариф Аллах афи самаан фил ард фақад кафар. Кім-де-кім Алла аспанда ма жерде ма білмеймін кәфір болды деп. لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له تعالى مكانا فكان مشركا. Себебі ол бұл сөзімен Алла субханала тағалаға мекен беруде, Алла субханала тағала мекеннен шектеулі деуде деді. Ол бұл сөзімен мүшрик болады деді. Яғни имам Абу Ханифа тек қана кәфір болды деген сөз келеді, ар жағында не үшін екен айтылмайды. Имам Абу Лайс ас-Самарқанди сол бір-екі шейхтан кейін Абу Мути' al-Балхимен қосылатын имам Абу Лайс ас-Самарқанди бұны осылай шарықтайды. Одан кейін екіншісі имам Мулла Али Қари рахимахуллах үлкен Ханафи ғұламаларынан сол кісі Фиқл Акбарға шарх жасаған кезде де мына сөзді келтіреді. والجواب أنه ذكر الشيخ الإمام عبد السلام في كتابه حل الرموز أنه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله من قال
لا أعرف الله في السماء في الأرض كفر، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، ومن توهم أن لله مكانا فهو مشبه. ولا شك أن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم، فيجب الاعتماد على ما نقله لا على ما نقله الشارح. إمام ملا علي قليتا حنفي محدث ulamalardan javob retinde keltiradi. İmam Abdüsselam keltiradi dedi. Hal-i Rumuz adlı kitabında İmam Abu Hanife kim Rabbim aspandama jerdemi bilmem dese kafir bo'ldi deydi. Sebebi ol sözmen Allah subhanahu wa ta'alaga meken berib жатыр. Kim Allah'ın mekeni var dese olardan mushabbih, Allah'ın uqsatuvchi. Және odan keyin aytadi, İmam Abdüsselam bu ulkan ulamalardan deydi. Және senimli ulamalardan осы kişinin naqlına, yani bizge jetkizgenine arqa suyuğumuz gerek deydi. İmam Abdüsselam bu kişi 678 yıl qaytib bo'lgan. La ala ma naqalahu sharih. Sharh jasavchining naqlına emas dedi. Sharh jasavchi deganimiz kim? İmam Tahaviga sharh jasagan kishi bor. İbn Abdüsselam, İbn Abil Aziz. İbn Abil Aziz. Bizning aramızda жүрген axi bavurlarımız sol kişinin sharhına qaran negizdiler. Negizden ol 19-20 ғасырға дейін ол kitap belgisiz kitap болып келген. Ahmad Shakir бұны sharh qilgan İbn Abil Aziz деп ол кісінің атын тауып соны қойған. Одан алдын ол белгisiz kitap болып келген. Ол негізінде İmam Abu Hanifаның сөзін келтірген кезде ол Әл-Харауи деген кісіге негізделеді. Әл-Харауи. İbn al-Qayyim İmam Abu Hanifаның осы сөзін келтірген кезде ол Харауидан алады. Харауи ол мына уламалардан, İmam Abu Lays Самарқандилардан кейін бір 100 жылдан кейін келген адам. Және Әл-Фаруқ, Заммул Калам деген кітаптар жазған. Кітабының іші Алла субханала ва тағаланы ұқсатуға толы. Yani müşabbih mücessim. Müşabbih mücessim kişi. Kitabın içinde kelетін sözlerden Allah subhanahu wa ta'ala tosılыңдар, немесе иіліңдер, немесе бүгіліңдер, мен сендерге басамын деп тауларға айтты деді. Аяғымды қоямын деп. Сонда таулардың бәрі көкірегін көтерді деді. Тек қана туырғаны кішіпейілділік қылып, не қылып деді, бағанағы басын иді деді. Басын иді. Және Алла субханала ва тағала тур тауына аяғын қойды деді. Yani içinde kelетін сөздерден. İçinde tağda kelетін нәрселерден kitabında, әлі kitabında Allah subhanahu wa ta'ala arşaға отырған кезде деді, Allah'ның ауырлығынан аршы сықырлайды деді. Yani мысалы siz орындыққа басқаға отыратын болсаңыз, sizin ауырлығыңыздан сықырлайды. Сол сияқты аршы сықырлайды деген сөзді келтіреді. Сол сияқты, яғни Allah subhanahu wa ta'ala ұқсатуға толы кітап. Әл-Харауи деген мүжәссим. Сол İmam Abu Hanifаның сөзін алады, артынан кім Алла аспанда ма жерде ме білмеймін деген сөзге, себебі ол Алланың аспанда екендігін мойындамауда, аршыда екендігін, аршы аспанның үстінде екенін мойындамауда деген сөзді осы кісі қосқан. Негізгі сөзді осы кісі қосқан. Және Ибн ал-Qayyim өзінің Ижтимаъ-ул-Исламият кітабында сол Харауи арқылы келтіреді. İmam Abu Hanife айтқанда. Біздегілер де соны алады. Негізінде тексеріп қарамайды. Сол Абу Мутан Балхиға үш шейхтан жалғасып жатқан İmam Abu Lays Самарқанди негізгі сенімді нұсқалар. Оларда бұл сөз жоқ. Тек қана білмеймін деген сөз келеді. Білмеймін десе кәфір болды деген келеді. Оны шарх жасаушы İmam Abu Lays Самарқанди. Abu Lays Самарқанди кім дедік? Абу Джафар ал-Хандауида оқыған. Ол Абул Қасим ас-Саффарда, ол Нусайр ибн Яхияда. Нусайр ибн Яхия Абу Мутан ал-Балхидан риуаят етеді. Сол кісі шархында да ол бұл сөзімен Алла субханала ва тағала мекен беруде деді. Яғни негізгі себебі ол жақта жазылмаған. Одан кейін İmam Abu Hanife рахимахуллах сол Фиқх ал-Абсат кітабында айтады тағы да. Фиқх ал-Абсат кітабында кімден кім ашып көретін болса, ішінде мынандай сөз келеді. Qultu ara'ayta law qila ayna Allah. Егер Алла қайда деп сұралса дейді. İmam Abu Hanife айтады. Кімнің риуаяты бұл? Абу Мутан ал-Балхи. Алла қайда деп сұралса дейді. Faqala İmam Abu Hanife айтады.
yuqalu lahu oған айтылады деді. Жауап ретінде кан Аллаху ала макан. Алла бар еді, ешқандай мекен деген нәрсе жоқ еді деді. Алла бар еді, ешқандай мекен деген нәрсе жоқ еді. Qabla an yakhluqa кан Аллаху ала макан qabla an yakhluqa al-khalq. Алла субхана тағала бар еді, мекен деген нәрсе жоқ еді, аспан жер әлі жаратылмаған еді, жаратылыс. Wa kana Allahu ta'ala wa lam yakun ayn. Алла бар еді, және айна деген нәрсе жоқ еді деді. Айна деген қайда? Қайда деген сұрақ жоқ еді. Неге? Себебі мекен деген нәрсе жоқ еді. Wala khalq, ешқандай жаратылыс та жоқ еді. Wala shay, еш нәрсе жоқ еді. Wa huwa khaliqul khalq, және ол бүкіл жаратылысты жаратушы деді. Яғни бұл жерде имам Абу Ханифа Алла субхана ва тағаланы пәктеп тұр. Жарайды, Абу Муса аль-Балхида олар алсын. Негізінде олар біз тек қана сахихқа ереміз дейді, бұны алуларына болмайды. Негізгі ережелеріне сай келеді. Бірақ мен бағана айтып кеткендей, ол ереже тек қана басқа қарсыластарға қарсы қолдануға керек. Өзіне қатысты болған кезде оны қолдана бермейді. Неге? Себебі бағана айтып кеткендей, фи аля мағынасында келуі маджази мағынасы. Маджази мағынасында алады да басқаларға маджази мағынасында алу сендерге харам деді. Абу Муса аль-Балхидан оны кәззап деп жатса, одан алады да алғанда да жарайды. Ол бір кітап. Мына ана жерін алдың ба, мына жерінде алсайшы. Мына жерінде Алла субхана ва тағала бар еді, еш нәрсе жоқ еді деді. Имам Абу Ханифа Васият кітабында имам Мулла Али Қари Фиқл Акбарды шарықтап жатқан кезінде Васия кітабын имам Абу Ханифа өлімнен алдын соңғы жазғандарынан деді. Ішінде айтады, Алла субхана ва тағала аршыға истиуа етті деді. Бірақ ешқандай мұқтажсыздық, мұқтаждық не екен бағана түсіндіріп кеткенбіз. Ешқандай мұқтаждықсыз, қажет Алла субхана ва тағаланың қажеттілігі болған жоқ, мұқтаж болған жоқ. Және мен ғайр истиқрар деді. Және ешқандай орнығу, иелену, мекендеу деген нәрсе жоқ деді. Одан кейін сөздің жалғасында айтады. Егер Алла субхана ва тағала аршыға орныққанда, аршыны өзіне мекен тұтқанда, онда аршы жаратылмай тұрып қайда еді деді. Ол имам Абу Ханифаның сөзі. Ол жерде ол кәззаб анау мынау деген нәрсе жоқ. Уасия сенімді жолмен келген. Субханалла. Алла субхана тағала Құран кәрімде афатуминуна би баъдил китаби ва такфуруна би баъд. Кітаптың біреуіне иман келтіріп, екінші біреуіне күфірлік келтіресіңдер ме деді. Сол яһудилер пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келген кезде, кітаптарында не жазылған деген кезде, жаза қолдану жайында. Бізде былай деген деп, қолдарын тосып тұрған еді. Қолдарын тосып тұрған еді. Жауып тұрған, көрмесін деп. Имам Абу Ханифа мына сөзді айтты дейді. Бір бет ашатын болса, екінші бетінде имам Абу Ханифа мына сөз келіп тұр. Жарайды, Абу Муса аль-Балхидан алайық. Енді бір кітап емес пе? Неге оның жартысын аламыз да жартысын алмаймыз? Абу Муса аль-Балхида ханафилермен келісіп, жоқ ол сенімді кісі, сендер әшейін оған жала жауып жатсыңдар деп келісейік. Сөйтейік те алайық. Енді алғаннан кейін толық алу керек қой. Имам Абу Ханифаның басқа сенімді жолдармен келген кітаптарын да бірге алу керек. Неге оны кесіп монтаждаймыз? Бұл мұсылман адамға негізі лайық нәрсе емес ол. Мына жерінде мәжаз маған рұқсат, саған рұқсат емес. Мына жерінде бұдан мен алам, тек қана осы жерін алам, екінші жерін алмаймын. Бұл екі тараз да. Мынау ханафи ғұламалары ол кісіні дұрыс деп алған кезінде негізгі сенімдік нұсқаларында не үшін кәпір болған келмеген. Оны әлгі Харауи келтіреді, Муджассим. Біздегі ақилар содан риуаят етеді. Яғни одан оны риуаят ететін болса, онда Алла субхана ва тағала Тур тауына аяғын қойды, басқа таулар тәкаппарлық жасады деген риуаят ету керек. Яғни Фиқл Акбар кітабында бұнда еш нәрсе келмеген. Фиқл Акбар кітабында имам Абу Ханифа Алла субхана ва тағала шектеулерден пәк, жисімнен пәк деген сөзі келеді. Алла субхана ва тағала жисім емес, Алла субхана ва тағала шектеулерден пәк деген сөз келеді. Негізгі ихтилаф осы, яғни осы бір сөз, егер соған келісетін болсақ, басқа нәрсенің барлығы шешіледі. Алла субхана ва тағала шектеулерден пәк емес пе?
имам Абу Ханифада, имам Абу Джафар Тахавиларда Алла субхана тағала шектеулерден пәк. Шектеулерден пәк деген яғни Алла субхана тағала дини емес деген сөз. Одан кейін болды. Я дуажи айн, қол, аяқ, жүз деген сөздерде бұлар жисми мағынасында болмайды. Алла субхана тағала мекеннен де пәк болады. Яғни соның бәрі бір осы нәрсенің өзі соның бәрін шешіледі. Бірақ олар Алла субхана тағала шектеулі деді. Алла субхана тағала шектеулі. Бірақ біз шегін білмейміз деді. Шегін білмейміз деді. Кейбір ғұламалары жоқ, біз шегін білеміз аш жағынан деді. Яғни имам Абу Ханифадан бұл сөз негізгі мұхаддистердің мазхабын ұстанатын болсақ, сенімді жолмен келмеген. Жоқ, біз ханафи ретінде ол кісі жақсы кісі деп алатын болсақ, онда ол жерде Алла аспанда болған үшін, Алланың аспанда екендігін мойындамаған үшін ол адам кәфір болады деген сөз келмеген. Және сол кітаптың ішінде имам Абу Ханифаның мына екінші сөз келеді. Кән Аллаху аля мәкән, Алла бар еді, мекен заман деген нәрсе жоқ еді деген. Яғни сол үшінде имам Абу Ханифа осылай деп айтқан десе, енді бір жерде естісеңіздер, айтыңыздар, жалған деңіз. Жалған, ондай сөз келмеген имам Абу Ханифадан. Имам Абу Ханифадан кім Алланың, Алла болмысымен, аршының үстінде, Алла болмысымен аспанда деген адам кәфір болды деген сөз имам Абу Ханифадан келмеген. Имам Абу Ханифадан келгені кім Раббым аспанда ма жерде ме білмеймін десе кәфір болды деген сөз келген. Оның шархын ханафи ғұламалары ол бұл сөзімен Аллаға мекен беруде деді. Аллаға мекен беруде. Яғни имам Мухаммад Жахид ал-Каусари рахимахулла айтады. Алла субхана тағала аспанда ма жерде ма деген сөзімен дейді адам, яғни бұл Алла мекенде болуы мүмкін деген бірінші негіз пайда болады. Негіз пайда болады. Одан кейін ол негіз, сол негізге негізделіп, жерде ме аспанда ма деп мекенін іздейді дейді. Одан кейін ол мекенін іздей бастайды дейді. Ол аспанда болуы мүмкін, не жерде болуы мүмкін деген. Ал ақида бабында айтады. Ат-таджвиз кат-танжиз дейді. Яғни Алла субхана тағала қатысты былай болуы мүмкін, былай болуы мүмкін деп Аллаға лайық емес нәрсемен сипаттайтын болсақ, яғни мүмкін деген сөздің өзі негізінде Алла сонымен сипатталады деген сияқты. Негізінде оның өзі ауыр нәрсе. Алла Тағалаға мекен бермейміз деп. Яғни Алла субхана тағала бар, мекен, заман деген нәрсе Алла субхана тағалаға қатысты жүрмейді. Алла субхана тағалаға қатысты жүрмейді. Одан кейін екіншілерін келтіреді. Ана вопрос женщины. Яғни бір әйел келіп сұрақ қойды дейді. Где находится тот, кому ты поклоняешься? Яғни сен ғибадат қылып жатқан жаратушың қайда деген кезде Абу Ханифа оған жауап берді деп осыны келтіреді. Бұны неде? Фиқл абсатта бұл келмейді. Бұл фиқл абсатта келмейді. Бұны имам Байхақи Асма ва Сифат кітабында келтіреді, артынша егер риуаят сахих болса деген келтіреді, сөзді келтіреді, және одан кейін ол кісі ол жерде фиссама деген Аллаға қатысты сипаттың бар екендігіне қатысты. Мекен заман мағынасында емес, біз оны өткенде де айтып өткенбіз. Егер имам Ибн ал-Арабидің де сөзін келтірдік. Егер фиссама деген сипат тұрғысынан болатын болса, ол муташабихаттардан, бірақ біз сол сипатқа иман келтіреміз, бірақ Алланың мекенінен заманнан пәктейміз. Яғни ол сипат тұрғысынан болатын болса, ода проблема жоқ. Және имам Байхақи да соны сол кітабында Китаб ал-Асма ва Сифатта сол нәрсені айтады да, одан кейін имамдардан сол сипатқа қатысты сөздерін келтіреді да, осы сөзді келтіреді. Келтіріп болғаннан кейін инсаххати риуая, егер риуаят сахих болатын болса деді. Егер бұл риуаят сахих болатын болса деді. Енді сол риуаятқа қатысты айтып кетейік. Бұл сөзді, яғни біздегілердің көбірек алатыны, яғни Байхақи кітабында айтқан деп Байхақиға сілтеме жасап қойған, бірақ негізінде біз имам Байхақидің көптеген сөздерін келтірдік. Имам Байхақи ол имам Абу Ханифаға немесе басқа имам Матуридиге оларға ақидада қайшы келмейді.
Ол Ахлу Сунна вал Жамаға ақидасында. Біз ол имам Байхақидің әсіресе сөздерін көптеп келтіргенбіз. Сол ішінде, ол кісінің кітабында келуінің өзде, ол кісінің өз негізінде қайшы. Ол бағана Алла Субхана ва Тағала бір мекенде дегенге ол кісінің өзі қайшы. Бір екіншіден, бұны өзі Ибн ал-Қайим негізінде келтіреді. Ибн ал-Қайим өзінің Ижтимау Джуюш ал-Исламия атты кітабында 98-ші бетінде 4 имамдардың Алланың төбеде екендігіне имамдардың сөздерінен дәлел деген бапта келтіреді. Ол жерде, мен қарап көргенімде, Байхақида келтіргені Тирмизден болған Жахми әйел келіп имам Абу Ханифадан сұраған кезде 10.000 адам жиналды деген келтіреді. Соны сұраған кезде 10.000 адам төңірегінде жиналды деген сөзді келтіреді. Бірақ Ибн ал-Қайим оның Ижтимау Джуюш ал-Исламияда 10.000 адамды алып тастайды. 10.000 адам ол жерде жоқ. Өзі ғана сұрайды. Сонда имам Абу Ханифа жауап бермей кіріп кетеді. 7 күн i'tikaf қылып шығып, одан кейін жауап береді. Жауабында біз Алламыз аспанда жерде емес деген сөзді келтіреді. Мен сол сөзді айтты дейді. Біріншіден ол негізінде 7 күн деген нәрсенде ол адам, оны кез келген қазір біздің ахи бауырларымыздан сұрасаңыз, ол 7 күн емес, сізге 7 секундта тоқтам, 7 секундта ойланбай сізге жауап береді оған. Кез келген ақиданы үйреніп жатқан, ол Алла Субхана ва Тағала мекен беруші болсын, Алланың мекеннен пәктеуші болсын, оны Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген кезде бұл нәрсені үйренеді. Кез келген студенттен, ақиданы үйреніп шыққан студенттен сұрасаңыз, оған жауап береді. Бірақ бұл ақиқада имам Абу Ханифа кіріп кетіп, бір сұраққа 7 күн жауап таба алмайды. 7 күн бойы ойланып, 7 күннен кейін жауаппен шығады деген сияқты нәрсені келтіреді. Бұл жерде негізінде бұны риуаят етуші Абу Исма Нух ибн Аби Марьям деген кісі. Ол кісі жайында Айматул Жарх ва Та'дил, яғни адамдарды сорттаушы ғұламалар айтады. Бұны имам Ибн Хаджар ал-Асқаланидің Тахзиб кітабынан 4-ші том 247-48 беттерден осы кісіге қатысты мағлұмат табуға болады. Яғни оның кім екенін айтып кетеді. Сол кезде айтады: Қал ал-Бухари, имам Бухари айтты дейді. Яғни Ибн Хаджар кітабында келтіреді. Қал ибн Мубарак ли Вакия, имам Абдулла ибн Мубарак Вакияға айтты дейді. Айндана шейхун юқалу лаху Абу Исма, бізде бір шейх пайда болды дейді. Абу Исма деген. Кана ядау al-хадис. Яғни жалған хадис тоқитын еді. Кана ядау al-хадис дегені хадис ойлап шығаратын еді ол кісі өзінің ойынан. Кама ядау al-Муалла ибн Хилал, Муалла ибн Хилал сияқты дейді. Яғни ол да тағы да бір тоқымашы кісі. وقال فيه البخاري مرة, Бухари ол жайында тағы бірде айтады: Захибул хадис жиддан, яғни бұл кеткен адам, яғни құрған адам деген сөзді айтады. Одан кейін имам Ибн Хаджар ал-Асқалани кітабында келтіріп тағы айтады: Даафаху Абдулла ибн Мубарак, имам Абдулла ибн Мубарак оны даиф деген. Қал акраху хадиса, оның хадистерін жек көрем деген. Яғни оның риуаят еткендерін жек көрем деген. Имам Ибн Хиббан айтады: Нухун ил-Джамиъ, Нух Джамиъ, жинаушы деген атқа ие болған. Жама'a kulli shay'in illa as-sidq, барлық нәрсені жинат шыншылдықтан басқа дейді. Шыншылдықтан басқа барлық нәрсені жинат дейді. Имам Ал-Хаким, яғни Хаким риуаят еткен деді. Имам Абу Абдуллах Ал-Хаким ол кісіні Фадаил Құран, яғни Құранды оқу жайында хадистер ойлап шығарды, Құран оқудың абзалдығы жайында хадистер ойлап шығарған деп ол кісіні сол нәрседе айтады. Яғни бір хадистер бар, жалған хадистер, кім мына аятты оқыса оған мынанша сауап, мына аятты оқыса оған мынанша сауап деген сияқты нелерді келтірген. Пайғамбарымыз айтты деп. Ол кісі соны ойлап шығарған кісі. Кейіннен оны ұстап алып, оны ойлап шығарғанын мойнына қойып беріп, сен не үшін бұны істедің деген кезде, мен жақсы ниетпен істедім деген. Жақсы ниетпен істедім, адамдар Құран оқымай қойды, содан кейін Құран оқысын деп. Сол әлбетте ол жақсы ниет жаман істі туралап бермейді. Жаман істі туралап бермейді. Яғни сондай Фадаил Құран жайында
ол кісі хадистер ойлап шығарған. Мен пайғамбарымызға қарсы жалған хадис айтқан жоқпын, керісінше пайғамбарымызды жақтап, пайғамбарымыздың сүннатын жақтап ойлап шығардым деген сияқты өзінің, яғни шайтанның азғыруымен басында жүрген несін айтады. Яғни имамдарымыз ол жайында осылай дейді. Мысалы имам Абу Саид ан-Наққаш рауал маудуат. Маудуа яғни тоқма хадис. Тоқмаларды риуаят ететін еді дейді. Имам Жузқани сақитул хадис. Хадисте құлаған дейді. Имам Ахмад айтады яруил манакир. Яғни тек қана сондай бір жаман нәрселерді риуаят етеді дейді. Имам Ибн Маин айтты, Яхья ибн Маин, лейса бишей ва ла юктабу хадису. Ол еш нәрсе емес. Ва ла юктабу хадису. Және оның хадистері жазылмайды дейді. Имам Сади айндаху хадис баватил. Яғни жалған хадистері бар дейді. Имам Абу Али ан-Найсабури кана каззабан. Жалған шет дейді. Имам Абу Зур'a даифул хадис. Яғни имам Абу Хатим, имам Муслим, имам Дулаби, имам Дарақутнилар матрукул хадис. Яғни хадистер тасталынады деген сияқты. Барлығы ол кісіні жалғаншы адам деген. Жалғаншы адам деген. Яғни субханалла көзін ашып көретін адамға, тем более біз тек қана сенімділерден хадис аламыз деген адамдар осының кім екенін біледі. Білмейді емес. Мына біздің арамызда жүргендері білмесе де үлкендері біледі оны. Соншама имамдар осы жайында осы нәрсені айтып жатыр. Яғни ол адам жалғаншы екенін, ешқандай еш нәрсе алынбайтындығын айтып жатыр. Бұлар келеді де, ол әлбетте бәрібір ол бағанағы неден тауықтан абзал ғой деген ой ма, Аллаху алам, әйтеуір адам ғой деген ой ма, келіп оның міне осы нәрсені айтқан деп, яғни бұл әйел жайында қисса осы кімніңкі? Осы Нухтыңкі. Әбу Айсма Нух ибн Аби Марьям. Бұл жалғаншы кісі. Пайғамбар саллаллаху хадистер, жалған хадистер ойлап шығарған. Пайғамбарымыз айтты деп. Енді пайғамбардың атынан жалған сөйлеген адам, яғни пайғамбардың атынан жалған сөйлеу оған жеңіл болды. Басқа адамдардың атынан жалған сөйлеу оған ауырлық болады ма? Жоқ, әлбетте ауырлық болмайды. Пайғамбардың атынан жалған сөйлегеннен кейін басқа имам Абу Ханифа кім болды пайғамбарымыздың жанында болды? Яғни сондай адамның сөздерін дәлел ретінде өздерінің кітаптарында келтіреді. Біріншіден енді ол жерде 10 мың адам жиналды деген. Оны Ибн ал-Қайим келтірмейді. Және бір екіншіден ол 7 күн, мысалы үлкен имам 7 күн бір кішкентай, яғни бүгін ақиданы үйренген жігіт айналланы үйренеді, ол бірінші күннен оның жауабын біледі. Айналла десе фиссама деді. 2 жасар Фатимаға да үйретіп қойған. 2 жасар Фатимаға да үйретіп қойған. Айналла десе не дейді? Фиссама деді. Яғни ол кішкентай балада ол қиял деген әлбетте ол кішкентай кезінен оны Алла аспанда деп оны яғни кішкентай кезінен бір тәжсемге тәрбиелеуді. Себебі оның ойы не болады? Оның тек қана қиялы, яғни бір аспанда біреу қарап тұр деген сияқты ол ойда болады. Біз оларды кішкентай кезінен негізі Алланы пәктеуге тәрбиелеуіміз керек. Әлбетте ол дұрыс емес тәрбие. Яғни 2 жасар қыз білетін нәрсені имам Абу Ханифа білмейді де 7 күн ойланады. Бұның өзі оның жалғандығын білдіреді. Одан кейін, мысалы имам Абу Ханифаның өзі Фиқл Акбар кітабында айтады: وإذا أشكل على إنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى إلى أن يجد عالما فيسأله ولا يسعه تأخير الطلب ولا يعذر بالتوقف فيه ويكفر إن وقف. Егер бір адамға таухид мәселесінде бір нәрсе қиын болып қалса дейді, жауабын білмесе, ол сол кезде, тура сол уақытта Алланың алдында дұрыс болғанын, яғни Алланың алдында бұның үкімі қалай болса, мен сол сенімдемін деген ойда болу керек деп сұрады. Сразу сол ойда бір. Пока бір алымды іздеп тауып одан сұрамайынша дейді. Және кешіктіруіне болмайды дейді. Вала юазару бит-таваққуф фи. Және мен білмеймін бұл мәселе қандай екен, мен ешқандай бұл мәселеге ешқандай ойда болмаймын, ешқандай сенімде болмаймын деген, ол оған үзір болмайды дейді. Яғни автоматически ол мен Алланың алдында, Алланың дінінде қандай, мен сол сенімдемін деген ол ойда болу керек дейді. Уякфурин вақаф, егер жоқ деп екіленсе дейді, ол кәфір болады деген сияқты сөзді айтқан. Яғни бұны кімдер әлбетте бұл сөзіне, бұл ісі қайшы. Негізінде бұл имам Абу Ханифаның атынан сөйленген жалған нәрсе. Жалған. Имам Абу Ханифаның ол нәрсе келмеген.
сенімді кітаптарында келгенін біз келтірдік. Оған қайшы келгендердің барлығы бағанағы Абу Мутия немесе осы сияқты, яғни жалғанда айыпталған адамдардың сөздері. Олардан ешқандай Аллаға мекен беретін, Алланы бір мекенді мекендейді деген сияқты соған дәлел ретінде ешқандай сөз келмеген. Оның бәрі жалған. Енді одан кейін мына қағазда негізінде 4 имамның сөздері деп екінші имам Маликтің сөзін келтіріпті. Истива мәлім, қалайлығы, кайф мәжхул деген сияқты. Біз негізінде ол риуаят қалай келген жайында, оны мына риуаятты қабылдаған күнде де оны уламаларымыз қалай түсіндірген, ол жайында біз өткен дәрістерде айтып кеткенбіз. Яғни кім тыңдаса, иншалла оны тауып алады. Және үшіншісі имам Шафиғи айтқан дейді. Имам Шафиғи айтқаны: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء degan, yani imam Shafi'i aytgan degan o'sha so'zni keltiradi. Ma'nosi al-qawlu fi sunna allati ana alayha, ya'ni men ustangan sunna degan kezde negizi eski kitoblarda sunna degan kezde kitabus sunna degani ko'pincha aqida kitobi aytiladi. Ya'ni men және mening hadis, muhaddis ashablarim және men ulardan hadis algan Sufyan Maliklerning aqidasi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mойындау және Алла Субхана ва Тааля аспанда жаратылышына қалай қаласа солай жақындайды және аспан дүниесіне қалай қаласа солай түседі деген сенімде болу деген, яғни имам Шафиғидің атынан осылай келтіреді. Біз имам Шафиғи рахмахуллахтың қандай ұстанымда болған негізі имам Шафиғидің өзінің сөздерін келтіргенбіз. Енді бұны негізі имам Захаби рахимахуллах өзінің Әл-Улу атты кітабында келтіреді. Әл-Улу лил-Али al-Ghaffar. Бұл кітап имам Захаби рахимахуллах жас кезінде жазған бірінші кітаптарынан. Және ол кітабындағы сөздері имам Захабидің соңғы жазған Сиар А'лам ан-Нубала, яғни бір 30 томба, одан да көп, яғни сондай үлкен кітабы бар. Сол кітабында жазғанны екеуі түгелдей қарама қайшы. Және ол кісінің ол кітаптан қайтқан жайында да риуаяттары келеді. Сол Улу кітабында келтіреді. Улу деген кітап. Енді имам Захаби рахимахуллах басында Ибн Таймияның шәкірті болады. Ибн Таймияның шәкірті болады. Бірақ өмірінің ортасына қарай, ортасынан ауған кезде ол кісінің Ан-Насиха Захабия, яғни имам Захабидің насихаты деген атпен танылған, ол имам Ибн Таймияға жазған несі бар, өсиеті бар, насихаты бар. Және Сиар А'лам ан-Нубала кітабында да, яғни Ибн Таймияға қатысты өзінің пікірлерін жазған, бірақ ол қайбір себептермен қазіргі баспалардың арасында жоқ. Яғни өз имам Захабидің Сиар А'лам ан-Нубала деген кітабы сахабалардан бастап өзінің кезіне дейінгі уламалар жайында олардың кім болғаны, жалпы таныстырып кетеді. Соның ішінде, яғни қайсы бір себептермен әйтеуір Ибн Таймия жайында сөзі жоқ. Енді соның ішінде де осы насихаты келтіріледі. Ол жалпы білім иелерінің арасында өте танымалы. Кейбіреулер оны инкар қылып, мойындамауға әрекет жасайды, әйтеуір оны жоққа шығаруға, бірақ негізінде ол білім иелерінің арасында кеңінен танылған. Онда айтқан сөздерінен, ол кісінің білімінен, ақылынан білімі көбірек еді деген сияқты сөздер келтіреді. Яғни жинағаны, риуаяттар жинағаны, ол кісінің түсінігінен, сол риуаяттарға деген түсінігінен жинағаны көбірек еді деген сияқты сөздер келтіреді. Енді жалпы осы Улу кітабында осы имам Шафиғидан осы сөздерді келтіреді. Бұны риуаят етушілер Абул Хасан ал-Хаккари
және Абу Мухаммад ал-Мақдиси деген кісі. Ол кісілер оны Абу Саур және Абу Шуайб дегендерден, олар имам Шафииден риуаят етеді. Яғни ол кітаптағы санады солай келеді. Енді Абул Хасан ал-Хаккари деген кісі жайында имам Захабидің өзі Мизан ал-Иътидал атты кітабында 3-ші том 112-ші бетінде айтады: "Лам якун мавсуқан бих", яғни сенімді кісі емес еді. وقال ابن Najjar айтты: "Muttahamun bi wada' al-hadith wa tarkib al-asanid", және хадис тоқуда, сондай-ақ санат құрастыруда айыпталған кісі дейді. Яғни имам Шафиғи мына сөзді айтты деп келтірген кісі Абул Хасан ал-Хаккари міне осындай кісі. Имам Ибн Хаджар ал-Асқалани рахмахуллах өзінің Лисан ал-Мизан кітабының 4-ші том 195-ші бетінде ол кісі жайында: "وكان الغالب على حديثه الغرائب والمنكرات وفي حديثه أشياء موضوعة ورأيت بخط بعض أصحاب الحديث أنه كان يضع الحديث بأصبهان". яғни ол кісінің риуаят еткен нәрселердің көбісі ғараиб және мункарат, яғни сондай дұрыс емес, мункар, жаман нәрселерді риуаят ететін деді. Яғни басқа ғұламалар оны отрицать еткен. وفي حديث أشياء موضوعة, және хадистердің, риуаят еткен хадистердің ішінде тоқылған нәрселер бар, яғни тоқылған риуаяттар. Және сондай-ақ кейбір мұхаддистердің жазғандарын көрдім ол кісі жайында. Ол кісі Асбаханда отырып алып хадис тоқитын еді деп ол жайында келтіреді. Бұны имам Ибн Хаджар ал-Асқалани Лисан ал-Мизан атты кітабында келтіреді. Ал екіншісі Абу Мухаммад ал-Мақдиси деген кісі. Бұл кісі жайында имам Абу Шам ал-Мақдиси ад-Димашқи өзінің Таражум Риджал ал-Қарнайн, яғни екі ғасырдың риуаятшыларының тарихы деген, немесе Az-Zayl ala-Rawdatайн атымен танылған осы кітапта 46-47 беттерінде бұл кісінің мужассим болғанын және ғұламалар ол кісінің қанын халал дегенге дейін барғанын келтіреді. Және одан кейін бұл екеуі де бұны Абу Шуайбтан келтіреді. Ал Абу Шуайб имам Ал-Хатиб ал-Бағдади Тарих Бағдадта 9-ші том 436-ші бетінде бұл кісі имам Шафиғи қайтыс болғаннан кейін 2 жылдан кейін туылған жайында келтіреді. 2 жылдан кейін туылған жайында келтіреді. Яғни ол кісінің өзі, имам Шафиғидан риуаят етіп жатқан кісінің өзі имам Шафиғидің көзін көрмеген. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін 2 жылдан кейін дүниеге келген кісі. Яғни оны тікелей естімеген жайында, оны көрмеген жайында. Бұның өзі бұл санаттың дұрыс емес екенін көрсетеді. Одан кейін осы санаттың ішінде Ал-Ашари деген кісі келеді. Яғни Абул Хасан ал-Хаккари және Абу Мухаммад ал-Мақдиси деген екі кісі осы Абу Шуайбтардан риуаят етеді. Осы кісілердің арасында Ал-Ашари деген кісі келеді. Имам Захаби Мизан ал-Иътидал кітабының 3-ші том 656-ші бетінде осы кісі жайында айтады: "Адхалу алейхи ашия фахаддаса биха бисаламати батин", яғни ол кісіге хадистен болмаған нәрселерді кіргізді дейді. Сонда ол кісі ешқандай жаман ойы жоқ, солардың бәріне риуаят ете берді деді. Яғни ол жаман ойы болды болмады, ол Аллаху алам, ол болды ма болмады ма оны біз білмейміз. Енді бірақ мына жерде солайынан келтірді. Минха, және сол ол кісіге тығыз берген кезде ойланбастан, оны тексерместен риуаят еткен нәрселерінен дейді: "Хадисун мавду' фи фадли лейлати Ашура", Ашура күнінің абзалдығы жайында келген жалған хадис дейді. "Ва минха ақида лиш-Шафиғи", және сондай-ақ имам Шафиғидің ақидасы. Яғни имам Шафиғидің ақидасы дейді. Яғни ол кісінің өзіне ол нәрселерді тығыз берген кезде ол соны ойланбастан, тексерместен риуаят ете берген дейді. Бұны имам Захаби Мизан ал-Иътидал кітабында айтады. Яғни осы кісілерден бұл сөздер келіп жатыр.
бұл сөздер келіп жатыр. Ал бұл қарап тұрсақ, ол егер хадис ғылымына, хадис уламалардың таразысына салып бұл кісілерді тексеріп көретін болсақ, бұл кісілердің бәрі жалғаншы кісілер екені көрініп тұр. Ал ол кісінің сенімді жолмен келген сөздерін біз имамдардың сөздерін оқып берген кезде келтіргенбіз. Және одан кейін төртінші имам Ахмад рахимахуллахтың сөзін келтірген кезде, мына жерде біз имам Ахмад айтты дейді, біз Алла субханала тағала находится депті бұл жерде. Ол жерде біз оқып бергенбіз бұл сөздерді, ол жерде ешқандай находится деген сөз келмеген. Біз айтқандай, ол жерде Алла субханала тағала аршыға истеу етті, өзі қалағандай, және мына жерде өздері келтіріп қойыпты, бірақ оны келтірген кезде түсінбеген ол. Без ограничений, яғни била хад деген. Без ограничений, била хад. Яғни негізінде олар истеу етті деген кезде без ограничений демейді. Олар керісінше ограничениемен дейді. Яғни аршыға истеу етті және аршымен шектесті дейді. Ал бұл жерде бұл келген имам Ахмадтың сөзі ол бізге дәлел болады, оларға емес. Неге? Себебі ол истеуа біз айтамыз, ол ешқандай шектесу емес. Яғни Алла субханала тағаланың истеуа етті ол ешқандай шектесу емес. Ол Құранда келген хабар, біз оны растаймыз, бірақ Алла субханала тағаланы шектелуден, бір нәрсемен шектесуден Алла субханала тағаланы пәктейміз. Яғни бұны өздеріне дәлел болады деп келтіріпті, бірақ бұл оларға ешқандай дәлел болмайды. Себебі билахад деген нәрсе, яғни шектеусіз Алла субханала тағала аршымен шектеспейді деген сөз, олардың шынайы аршыға орнықты Алла субханала тағала деген сөздерін жалғанға шығарады. Яғни бұндай тура осындай халдегі, осындай дәрежедегі сөздерді Ибн ал-Қайим да өзінің Ижтима ал-Джуюш ал-Исламия атты кітабында келтіреді. Ижтима ал-Джуюш ал-Исламия атты кітабында да тура осындай өте әлсіз, санадында әртүрлі жалған сөйлеуде айыпталған адамдар бар қиссаларды келтіреді. Яғни біз өткен сабақтарда айтқандай, бұл кісілер дәретті бір мұстахаб болған немесе сүннат болған мәселеге қатысты әлсіз хадис келсе, сол үшін соғыс шығарады, бірақ ақида мәселесіне келген кезде өздеріне дұрыс келетін сөздер болатын болса, оны көзін жұмып ала береді. Оны көзін жұмып алып ала береді. Сол үшін де бұл қағазда келген және осыған ұқсас басқа да сөздер, бұның барлығы жалған сөздер. Сол сияқты имам Ахмад рахмахуллахтан келген Ар-Радду аль-Джахмия атты кітап келген дейді, бірақ негізінде Ар-Радду аль-Джахмия ол кімнен келеді? Абу Я'ладан келеді. Ал имам Захаби рахмахуллах Шиар А'лам ан-Нубалада Ар-Радду аль-Джахмия имам Ахмадтың атынан немесе сол кісінің аты берілген ол кісінің өзінің кітабы емес дейді. Яғни олар көбінше сол кітапқа ссылка жасайды, яғни сілтеме жасайды. Ал ол кітаптың ішін қарайтын болсаңыз, оның кітаптың ішінде өте ауыр, бұл имам Ахмадтан сенімді жолмен келген сөздерге қарама-қайшы келетін сөздер өте көп. Өте көп. Және көбірек сол яхуди насранилардың сөзіне ұқсап кетеді. Және ешқандай хадисте басқа да келмеген сөздер айтылады. Негізінде ол сол Абу Я'ла және сол сияқты Дарими, Усман ибн Саид ад-Дарими деген кісілер келтіретін солардан қалған кітаптар. Бұл Дарими деген Ар-Радду аль-Бишрин ал-Мариси деген кітап жазған, тағы да сол сияқты кітаптар жазған. Ішінде Алла субханала тағала адам атаны қолымен ұстап деген сияқты сөздерді келтіреді. Және сол сияқты кімде-кім Алла субханала тағаланың шектеулі екенін мойындамаса, ол адам Құранды, хадисті жоққа шығарған деген сияқты жалпы біздің ғұламаларымыздың сенімді жолмен келген сөздеріне қарсы келетін сөздер айтады. Сол үшін де бұл имамдар былай айтқан екен, былай айтқан деген сияқты сөздерді еститін болсаңыз, осы сияқты қиссаларды біліңіздер, бұл жалған қиссалар. Яғни жалпы
бұл кісілер қазіргі біздің арамызда жүрген, жалпы олардың ұстаздары бұл мәселелерге қатысты субханалла таңғаласыз, яғни сенімді жолмен келген риуаяттарды алмайды, оларды өздерінің кітаптарында келтірмейді. Бірақ сондай әлсіз жолмен келген, яғни ол кісілердің өздерінің хадистен хабар жоқ емес, бар. Әлсіз жолмен келген, сондай риуаят етушілер әртүрлі үлкен күнәларда айыпталған адамдардың сөздерін келтіреді. Ал бірақ мынау негізгі сенімді жолмен келген сөздерін келтірмейді, келтірсе де оны бұрмалайды. Мысалы, біз қанша уақыттан бері айтып жатқан имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллахтың сөзі «Та'ала анил худуд», Алла субханала тағала шектеулерден пәк деген. Шектеулерден пәк деген сөзін алып келеді, яғни біз білетін шектеулерден Алла өзінің шектеулерін өзі біледі деп, оны сөзін алып келіп 180 градусқа бұрады. Яғни Алла шектеулерден пәк деген сөз анық болды. Яғни сондай үлкен имам, ол Алла субханала тағала шектеулерден тұратын білсе, оны Алла субханала тағала біз білетін шектеулерден пәк дей салу ол кісіге қиын емес. Оның үстіне ол кісі бұл мен кітабым баян деп жатыр, ол қысқаша бір сөздерді, түсініксіз сөздерді келтіріп жатырым деген жоқ. Та'ала анил худуд, әл деген яғни түгелдей, барлық дегенді білдіреді. Мысалы, бұл жерде истиғрақ ил-джинс дейді. Истиғрақ ил-джинс деген яғни сол нәрсені түгелмен қамтиды. Мысалы, Құранда Алла субханала тағала иннал инсана дейді. Иннал инсана. Бұл жерде алифлам дейді ғұламаларымыз истиғрақ ил-джинс дейді. Яғни бүкіл адамзат деген сөз. Бүкіл адамзат. Истиғрақ яғни сол нәрсеге қатысты барлығын қамтитын мағынада келген кезде истиғрақ ил-джинс дейді. Та'ала анил худуд дегенде яғни шектеу деген атаулы барлық нәрселерден пәк дейді. Яғни Алла субханала тағалаға қатысты заман ол да шектеу, мекен ол да шектеу. Алла субханала тағала ол нәрселердің барлығынан пәк. Ал бұлар келеді, оны жоқ. Ол жерде яғни өзі шектеулерін өзі біледі дейді. Мысалы, Фаузанның лекциясын тыңдайтын болсаңыздар, «Ай хуа а'ламу би худудих», яғни ол өзінің шектеулерін өзі біледі деген сөзді келтіреді. Бұның барлығы әлбетте бұрмалау. Бұның барлығы бұрмалау. Және ол кісілер былай айтқан деген кезде де көздерін жұмып алып, мысалы, сәләф ғұламалар айтқан дейді да, кейін Ибн Таймия айтты деп келтіреді. Немесе сәләф ғұламалар айтты дейді да, Ибн Таймияның сөздерін келтіреді. Яғни Ибн Таймия ешқандай сәләфтан емес. Және бір таңғалатыныңыз, сәләф салихтың сөздерін тек қана бір кісі арқылы қабылдайды. Яғни сәләф салихтың өзінің сөздерін келтіріп тұрсаңыз, өзінің кітабынан келтіріп тұрсаңыз, оны қабылдамайды. Бірақ Ибн Таймия айтқан сәләф ғұламалар былай дегенде десе, болды. Не дейді, арабтар айтады, аля раси вал айн дейді. Аля раси вал айн, басына қойып алады да, сонымен уралап жүреді.